Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Менің есімім Арынханова Ақтолқын Нұрәділқызы. Балалар, олай болса біз қазір сіздермен қазақ тілі сабағын бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын біз сіздермен мына бір ребусты шешіп көрсек. Алдарыңызда бірнеше сурет берілген. Және де әр суреттің үстінде бірнеше үтірден берілген. Ойынның шарты былай: әр берілген суреттің атауынан қанша үтір тұр, сонша әріпті алып тастауымыз қажет. Мысал үшін, бірінші тұрған қандай сурет? Ненің суреті берілген? Әрине, өте дұрыс. Бірінші тұрған бізде алма. Алма сөзінде неше әріп? 4 әріп. 4 әріптің бізге неше әріпін алып тастау қажет? Қанша үтір көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. 3 үтір. Соңғы 3 әріпті алып тастайтын болсақ, алма сөзіне қандай әріп қалып қояды? Өте жақсы, бізде А әріпі қалып қояды. Балалар, олай болса, біз дәл қазір әрбір суреттегі берілген заттардың атауынан осылай үтірге байланысты әріптерді алып тастап, бірнеше әріптерді шығару арқылы бір сөзді оқитын боламыз. Жақсы. Олай болса, келесі тұрған сурет ненің суреті? Өте жақсы. Нан. Нан сөзіндегі неше әріпті біз алып тастауымыз қажет екен? Дұрыс айтасыңдар. Соңғы 2 әріпін алып тастауымыз қажет. Ал қандай әріп шығады сонда? Өте жақсы. Н әріпі. Бізде 2 әріп бар. Әлі бізге 5 әріпті табу қажет. Үшінші тұрған суретте ненің суреті? Тышқанның суреті. Өте жақсы. Тышқан сөзінде неше әріп? 6 әріп. 6 әріптің неше әріпін алып тастауымыз қажет екен? 5 әріпін. Ал тышқан сөзіндегі соңғы 5 әріпті алып тастайтын болсақ, қандай әріп қалады? Т. Өте жақсы. Бізде 3 әріп белгілі болды. Әрі қарай. 4-ші тұрған сурет. От. Жақсы. От деген бізде ең оңай, иә? Неше әріп? 2 әріп. 2 әріптің неше әріпін алып тастау керек? Соңғы 1 әріпін. Т әріпін алып тастайтын болса, қандай әріп қалып қояды? Өте жақсы, бізде О әріпі. Жақсы, келесі сурет. Келесі суретте біз нені көріп тұрмыз? Нар. Өте жақсы, балалар. Нар бізде бір өркешті болады, иә? Ал егерде біз түйе дейтін болсақ, түйе бізде 2 өркешті. Бірақ дәл қазір біздің көріп отырған суретіміз нардың суреті. Нар сөзінде неше әріп? 3 әріп. Ал неше әріпті біз алып тастауымыз қажет? 2 әріпті. Сонда қандай әріп қалып қояды? Н. Өте жақсы. А, Р әріптері алынып тасталынса, Н әріпі қалып қояды екен. Өте жақсы. Енді бізге 2 суретті ғана табу қажет. Жақсы. Қандай суретті көріп тұрсыңдар? Ине. Ине сөзіндегі әріптер саны нешеу? 3. Жақсы. 3 әріптің соңғы 2 әріпін алып тастайтын болсақ, қандай әріп шығады? И. Өте жақсы. Ал енді соңғы суретті ғана табу қалды. Жақсы. Соңғы суретте ненің суретін көріп тұрсыңдар? Мысық. Өте жақсы. Біз балалар барлығымыз мысықты өте қатты жақсы көреміз, иә? Мысық сөзінде неше әріп? Жақсы. 5 әріп. 5 әріптің бізге неше әріпін алып тастау қажет? 4 әріпін. Сонда бізде қандай әріп қалады? М. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар, сендер барлық әріптерді тауып алдыңдар. Ал олай болса, бізде қандай сөз шықты? Соны қарайықшы. Барлығымыз бірге оқиық. Антоним. Антоним деген сөз шығып тұр. Балалар, біз антоним деген сөзді бұрын соңды естідік па?
Жоқ, естіген жоқпыз балалар. Олай болса, балалар, біздің бүгін өтетін сабағымыз қазақ тілінің 66-шы сабағы. Тақырыбы антоним дегеніміз не? Балалар, сіздер бұл сабақты қазақ тілінің 2-ші бөліміндегі 66-шы сабақтан таба аласыздар. Жақсы. Антоним деген сөздің біз қазірмен антоним деген не екенін табатын боламыз. Ол үшін сабақтың мақсатына бір қарап жүрейік. Біз бүгін сіздермен осы тақырыпты игере отырып, сөзге қарама-қарсы сөзді табуды, сөздік қорды дамытуды және де жылдам ойлануға дағдылануды үйренетін боламыз. Жақсы балалар. Антоним дегеніміз не? Ең алдымен ережесіне қарап алайық. Антоним тіліміздегі мағынасы қарама-қарсы сөздерді біз антоним деп айтады екенбіз. Яғни ақ, қара, арзан, қымбат деген сияқты. Суреттерге қарайтын болсаңыздар, міне қыс, жаз. Яғни сіздер әр сөзге қарама-қарсы сөз табасыздар. Яғни қарама-қарсы сөзді біз балалар антоним деп атайды екенбіз. Тағы да мысал келтіріп көрейік. Қатты, қаттыға қарама-қарсы қандай антоним сөз? Дұрыс айтасыңдар. Жұмсақ. Өте жақсы. Келесі сөз. Кір. Кір болса, оған қарама-қарсы қалай болады? Таза. Жарайсыңдар балалар. Яғни біз сіздермен сабақтың ережесін түсіне салысымен қарама-қарсы сөздерді тауып жатырмыз. Өте жақсы. Балалар, енді сіздердің оқулықтарыңыздың 66-шы сабағында 8-ші жаттығу берілген. 8-ші жаттығудың тапсырмасы былай. Мақал-мәтелдерді көшіріп жаз дейді. Мақал-мәтелдерді көшіріп жазып алыңдар бірінші. Одан кейін мына бір тапсырманы орындайық сіздермен. Осы мақалдардың ішінен сіздер мысалы бірінші мақалда антоним сөздерді табасыздар. Яғни бір-біріне қарама-қарсы сөздерді табасыздар. Жақсы. Бірінші мақал бізде көп біл, аз сөйле дейді. Көп біл, аз сөйле. Осы жерде бір-біріне қарама-қарсы сөздер, қай-қай сөздер? Өте жақсы. Көп, және көпке қарама-қарсы қай сөз? Аз. Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі мақал. Ашу дұшпан, ақыл дос. Ақылыңа ақыл қос дейді. Бұл жерде қандай бір-біріне қарама-қарсы сөздерді көруге болады? Мен сіздерге сәтін өткізіп жіберейін. Дұшпан. Дұшпан деген сөзге енді біз қарама-қарсы сөзді табуымыз қажет. Дұшпан деген не екен білеміз бе? Жақсы, дұшпан дегеніміз ол бізбен дос болмайтын, бізге көмектеспейтін, өзін қана ойлайтын адамдар, дұшпандар. Ал әрдайым бізге көмектесіп, керісінше біздің жақсы болғанымызды қалайтын адамды кім деп айтамыз? Дос. Яғни дұшпан сөзіне қарама-қарсы антоним сөз бізде балалар дос болады екен. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Келесі жаттығу балалар, 9-шы жаттығу. Бұл жерде тапсырма былай берілген. Антоним сөздерді бір-бірімен сәйкестендір. Бірінші жолақтағы сөздермен екінші жолақтағы сөздерді сіздер балалар мағынасына қарай антоним, яғни қарама-қарсы сөздерді тауып сәйкестендірулерін қажет. Балалар, біз бұл тапсырманы сіздермен қазір басқаша орындап көрейік. Кахут деген бізде балалар интернет яғни ғаламторда Кахут деген ойын бар. Барлығымыз сол ойынды ойнау арқылы бұл тапсырманы орындап көрейік. Жақсы ма? Олай болса маған кішкене уақыт беріңдер. Мен қазір сіздерге сол ойынды шығарамын. Міне балалар, бұл бізде Кахут ойыны.
Бұл жерде біз балалар әртүрлі тақырыпқа байланысты сөздерді, жаңағындай қарама-қарсы сөздерді, немесе басқа да ағылшын тілінен, орыс тілінен осындай ойындар ойнау арқылы өздерінің сөздік қорларын дамыта аласыңдар балалар. Бүгінгі біздің ойнайтын ойынымыз антоним сөздер деп аталады. Бұл ойынды ойнау үшін мен қазір мына бір сөзді басамын. Қазір біз сіздермен жаңағы 9-шы жаттығудағы тапсырманы орындайтын боламыз. Ол үшін мен мына жерге өзімнің атымды жазуым қажет. Немесе балалар, біз егер де барлығымыз бірге орындайтын болсақ, біз қай сыныппыз? 2-ші сыныппыз. 2-ші сынып барлығымыз бірге ойнап көрейікші. Қазір біз сіздермен бірге ойнаймыз. Антоним сөздер. Ащы. Балалар, ащы деген сөзге қарама-қарсы сөз қандай болады? Кеше, қысқа, тұщы, таяз. Ащы деген тамаққа тащы болады, оған қарама-қарсы тағы да дәмді білдіретін. Тұщы. Өте жақсы, жарайсыңдар. Дұрыс жауап екен. Келесі сұрақ. Біз әзірге 3-ші орында келе жатыр екенбіз. Жарайды. Келесі. Қалың деген сөз балалар. Қалың деген сөзге қарама-қарсы. Мынау ағаш бізде қалың болып тұр. Енді қалың деген сөзге біз қандай антоним сөз таба аламыз? Жұқа, таяз, қысқа, ұзын. Өте жақсы. Жұқа. Жарайсыңдар. Келесі сұрақ. Келесі сұраққа назар аударамыз. Ұзын дейді. Ал ойлана беріңдер. Ұзын сөзіне қарама-қарсы. Мына жерде жол өте ұзын екен, балалар. Таяз, қарама-қарсы сөз. Жұқа, тұщы, қысқа. Жұқа, тұщы сөздеріміз айттық қой. Ұзын, қысқа. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Ұзын сөзіне қарама-қарсы қысқа. Келесі сұрақ. 4-ші сұрақ. Бүгін. Бүгін сөзіне қарама-қарсы. Балалар, қараңыздар суретке. Мына жерде біздің кеше шалбарымыз шалбарымыз жыртылып қалыпты, Оны бүгін күштілеп тұрып тігіп кию үшін оны қашан тігуіміз керек? Кеше. Өте жақсы. Бүгін біздің шалбарымыз тігілген, әдемі болу үшін біз оны кеше тігіп қоюымыз керек. Яғни бүгін сөзіне антоним сөз кеше. Жақсы. Біз 3-ші орындамыз әзірге әлі де. Келесі сұрақ. Терең. Терең сөзіне қарама-қарсы. Алыс, жақын, таяз, жұқа. Алыс келеме? Жақын, таяз, жұқа. Терең, өте терең болса, судың асты оған қарама-қарсы таяз. Балалар, жаттап алыңдар. Терең сөзіне қарама-қарсы антоним сөз таяз. Жақсы. Ал енді бізді қазір мадақтайды. Балалар, біз сіздермен қазір 3-ші орында қалып қойдық. Бірақ, балалар, біз әрдайым жеңе аламыз ғой, Біз әр сұраққа көп уақыт жұмсадық. Әр сұраққа көп уақыт жұмсаған бала, ол әрдайым дұрыс орындайды. Сондықтан, балалар, келесі жолы 1-ші орынға өтеміз деген ойдамын. Жақсы, балалар. Келесі тапсырманы орындау үшін мен қазір тапсырмаға көшейін. Енді балалар,
біз сіздермен 9-шы жаттығуды Kahoot ойыны арқылы жүзеге асырдық, солай ма? Тапсырма өте қызықты орындалды. Енді келесі бізде жаттығуымыз 11-ші жаттығу. 11-ші жаттығуда балалар бізге былай дейді: бос торкөздерге олардың тұсындағы сөздің мағынасына қарама-қарсы сөздерді тауып жаз дейді. Яғни балалар, біз сіздермен қазір мына сөздерге қарама-қарсы сөздерді мына торкөздерге жазуымыз қажет. Балалар, бірақ біз бұл тапсырманы басқаша алып көрейік, түрлендіріп көрейік. Біз сіздермен қазір жаңағындай ойын ойнаймыз, бірақ Quizlet деген қосымша арқылы ойнайтын боламыз. Ол үшін мен қайтадан ғаламторға кіремін. Ол үшін мен қазір сіздерге қосуым қажет. Міне, барлығымыз бірге ойнап көрейік, жақсы ма? Бастаймыз ойынды. Балалар, мына жерде біз сіздермен антонимді сөздер табуымыз керек. Мысалы, қуану, ренжу түсіне кетеді. Жарық, жарыққа қарама-қарсы қараңғы. Үлкен, үлкенге қарама-қарсы кіші. Ескі, ескіге қарама-қарсы жаңа. Өте жақсы. Жақсы сөзіне антоним жаман, жақсы, жарайсыңдар. Бізде 29 секундта тапсырма орындалды. Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, біз бұл тапсырманы бірнеше рет қайталау арқылы антонимді сөздерді жаттап алуымызға болады екен. Жақсы. Олай болса, балалар, жалпы сіздерге бүгінгі тапсырма ұнады ма? Бүгінгі тақырып. Жақсы, балалар, біз қазір сіздермен сабағымызды қорытындылайық, иә? Балалар, біз бүгін сіздермен антоним деген жаңағы ребус шешу арқылы әр суреттегі заттардың атауынан әртүрлі әріптердің тізбегін тауып антоним деген сөзді шығарған болатынбыз. Сол арқылы біз тақырыбымызды аштық. Антоним дегеніміз не? Біз бұл тақырыпқа байланысты ережемен танысқан болатынбыз, иә? Тіліміздегі мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздерді біз антоним сөздер деп атайды екенбіз, иә? Соған байланысты біз балалар бірнеше тапсырмаларды орындаған болатынбыз, иә? 9-шы жаттығу, және де тағы да бірнеше жаттығуды орындағанбыз, иә? 9-шы жаттығуда балалар біз бірінші баған мен екінші бағандағы бір-біріне қарама-қарсы сөздерді Kahoot ойыны арқылы орындаған болатынбыз. 11-ші жаттығуда берілген сөздерге қарама-қарсы сөздерді Quizlet ойыны арқылы орындап бір-біріне байланыстырған болатынбыз, иә? Балалар, енді бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма жалпы? Егер де сабақ сіздерге ұнаған болса, сабақ барлығы түсінікті, тапсырмалардың барлығы орындалды, маған ұнады дейтін болсаңыздар, онда қолдарыңызды, яғни саусақтарыңызды жоғары көтеріңіздер, және де күлген түрді маған көрсетіңіздер. Егер де сабақ жай ғана ұнады, тапсырмалар ұнады дейтін болсаңыздар, онда жай ғана жымиыңыздар. Ал егер де сабақтан түсінбеген бір сұрақтарыңыз болатын болса, онда ренжіген кейіп танытыңыздар. Балалар, бірақ та бүгінгі сабақ өте қызықты деп ойлаймын, иә? Балалар өте жақсы өтті деп ойлаймын. Сондықтан балалар, сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.